Сәлем, менің есімім Қуаныш. 5 жылдық тәжірибесі бар SMM маркетолог маманымын. Осы өз арнамда мобилография сабағы бойынша пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып қолдап жүріңіз. Бүгін біз студияға келдік. Reels түсіру үшін осындай студияға келдік. Енді осы студияның жарығымен жұмыс жасайтын боламыз. Мынандай жарықта біз Reels'ті түсіре алмаймыз. Reels түсіру үшін арнайы бір орынды таңдап алуымыз керек. Артқы жағы однотонный, жарығы осындай бетінің кем түсін жасырып тұратындай жарық болып түсіп тұру керек. Міне барынша бөлмені қараңғы етіп қойдық, себебі біз осы арнайы құралды пайдаланып жарықты реттейтін боламыз. Видеоны түсірмес бұрын телефонның камерасын әбден жақсылап түсірту керек. Ол түсіртудің де өз ережесі бар, яғни міне қарап тұрсаңыз, камераны сүрткенде мына домалатып тұрып түсірту керек былай. Сонда жарық жақсы түсетін болады. Жарық адамның бейнесі анық көрінетін болады. iPhone камерасының настройкасын жөндеп алыңыз. Арнайы ережелерді мен сіздерге беретін болам, сол сабақтан қарап алыңыздар. Енді жарықты қойып алдық. Финалды бұл аппаратты көтеріп не түсіруге болады. Мынандай бұрамасы арқылы біз қазір Reels'ті түсіруді бастаймыз. Осылай дамымызды отырғызып алдық. Артқы фон мейлінше однотонный болғаны жақсырақ. Өзіңіз отырсаңыз да, мінекей, осы сеткаға аса мән беру керек. Яғни, мынау камераны қосқан кезде камерада осылай сетка болады. Сетканың ережесін жақсылап ұстану керек. Мынау сетка көздің аймағында тұру керек. Мына бірінші сетка осы көздің астында түсіп тұру керек. Мына тордың ішіне көзі ары қарай камераны қосамыз да, өзіміз Reels'ті кез келген видеоны түсіруді бастаймыз. Жарыққа мән беретін болсаңыз, жарық адамның бетіне қатты жарық қылып көрсетпеу керек, қатты қараңғы етіп көрсетпеу керек. Мейлінше адамның әдемілігін көрсетіп тұру керек. Жарықпен жұмыс жасаған кезде сол жағына ақ түс тұрса, оң жақ бетінің кем тұстары көрінбейтін болады. Видеоға түсетін адамның беті әдемі көрінетін болады. Енді біз тек бір орында ғана түсіре бермей, яғни 1-2 секунд бір орында түсіріп, кейін басқа ракурстан да алуымыз керек. Солай біз әр 2-3 секунд сайын әртүрлі ракурстардан алып, видеоға түсіруіміз керек. Бұл көріп отырған адамның жалығып кетпеу үшін жасалатын әдіс, тәсіл. Бізде жарық әдемі күннің сәулесі түсіп тұр екен. Терезені сәл аштық та, мына софткорттың жарығын артқы жаққа бағыттап қоямыз. 45 градусқа. Сонда мынау біздің видеоға түсіп тұрған адамның беті анық, әдемі көрінетін болады. Мінекей, егер де адамды тым жақын қарай бетіп, софткорттан жақын қарай қойсаңыздар, адамның келбеті, түрі жарық дұрыс түспей, түрі анық көрінбей қалады. Сондықтан тұру бағытында дұрыс қадағалау керек. Енді сәл артқа қарай жылжыңыз. Сәл артқа қарай жылжыған кезде адамның бетінің түсі өзгереді. Осындай біз жарыққа аса мән беруіміз керек. Мейлінше адамның беті, яғни кем тұстары жасырылу керек.
мінекей тым қараңғы қылып жауып тастаған кезде тағы да беті анық көрінбейді. Сондықтан жарықты дұрыс қою өте маңызды. Және яғни төменнен жоғары алып видеоға түсіруге болады. Әрі жоғарыдан төменге бағыттап тағы бір түсіріп алуға болады. Камераны қозғалтпай, вертикально камераны қою арқылы осылай да видеоға түсіруге болады. Сол жақтан оң жаққа қарай бағыттап та видеоға түсіруге болады. Немесе сол жақтан бағыттап солға қарай камераны жылжыту арқылы видеоға түсіруге болады. Видео түсірудегі басты ереже камераны мейлінше дірілдетпей, қозғалтпай, дұрыс ұстаған дұрыс. Камераны аласыз да сол мұрын тұсына қарай қайттан келесіз. Яғни мұрын тұсынан бастап мұрын тұсына дейін айналдырып та видео түсіруге болады. Видео түсіруде пландарға бөлінеді. Яғни алыстан дальний план, белге дейін средний план, близкий план, жақыннан, прям жақыннан аласыз. Детальный план, яғни затты көрсетесіз. Не эмоцияны көрсеткен кезде осы жақыннан алып көрсетуге болады. Средний план белге дейін. Бұлай белінен прям апарып қиып тастауға болмайды. Сүйек маңдарынан бетіп алып түсіруге болмайды. Мейлінше сәл төмен қылып, белден төмен қылып түсіру керек та, сол кезде видеомыз дұрыс болады.